Түйсігіңмен ойлай біл. 12 бөлім. Көзқарастар және олардың қалыптасуы. Шынайы дана ойлар мың рет ойластырылған, бірақ олар шынайы түрде сіздің ойға айналу үшін, олардың сіздің миыңызда қалыптасу үшін қайта-қайта ойлау қажет. Гете. Адамның көзқарасы қалыптаспаған сала жоқ. Көзқарастардың көпшілігі бала кезінде қалыптасып, адам оны өмір бойы ұстанады. Біз қалыптасқан көзқарастарымызға өте сирек күмәнданамыз. Әрине, біз оларды дұрыс деп санаймыз. Дұрыс болмаса, олардың қажеті қанша? Егер де біз ақша табу оңай емес деп ойласақ, онда шынымен де ақша табу оңай бола ма? Егер де адам өзін ештеңеге икемі жоқ деп санаса, онда оның ештеңеге икемі жоқ. Егер де өмір еш жақсылық әкелмейді деп ойласақ, онда шынында да өмір еш жақсылық әкелмейді. Біз өміріміздің кез келген аспектісіне күмәнмен қарауымыз мүмкін. Бірақ адам өзінің қалыптасқан көзқарастарына ең соңғы кезекте ғана күмәнданады. Неге сенесіз, соған қол жеткізесіз. Адамдардың көпшілігі өз көзқарастарын өздеріне қарама-қарсы пайдаланған сәттері де болды. Өз проблемаларыңызды жақсылап зерттесеңіз, олардың көпшілігі шектеулі және дұрыс емес көзқарастардан туындайтынын байқайсыз. Сондықтан да, адамдармен қарым-қатынаста қиындыққа тап болсаңыз, адамдардың қарым-қатынасына деген өзіңіздің көзқарасыңызға талдау жасаңыз. Көзқарастарыңыздың барлығын саралаудан өткізіңіз. Денсаулығыңызға байланысты проблема көп болса, онда денсаулыққа деген көзқарасыңызды мұқият зерттеңіз. Егер де сіз ақшалай қиындық көрсеңіз, онда ақшаға деген өз көзқарасыңызға мән беріңіз. Дәрістердің бірі аяқталған соң, маған 30 жас шамасындағы ер адам келіп, оның табысы мүлде мардымсыз екенін баян етті. Ол өзін және отбасын асырап келеді, бірақ қаржы жинай алмайды екен. Менде қажетінше қаражат ешқашан болмайды деп иығын көтерді ол. Жақсы өмір сүретін адамдар қатарына қосылу мүмкін емес. Екеуі де негативті көзқарас. Менде қажетінше қаражат ақша ешқашан болмайды. Және жақсы өмір сүретін адамдар қатарына қосылу мүмкін емес. Бұл екі ой оның санасында қалыптасып қалған. Нәтижесінде олар оны қоршаған шынайы өмірге әсер етіп отырады. Мен оған оның ақшаға қатысты өзге де негативті ойлары бар екенін айттым. Себебі өзімнің тәжірибем көрсеткендей, бір негативті ой соңынан бірнеше негативті ойлар ілесіп жүреді. Мен одан ақшаға және табысқа байланысты барлық ойларын қағаз бетіне түсіруін өтіндім. Оның жазған тізімі көп нәрсені түсіндіреді. Ол мынадай көзқарасты көп жазған екен. Егер де мен біреуден қарызға ақша алсам, онда ол адам мен үшін ақшалай қиындық көреді. Жақсы қаражат табу мүмкіндігін өзге адамдар иеленген. Барлық табысты адамдар бұл өзімшіл адамдар, ал мен өзімшіл болғым келмейді. Табысты болу үшін мен көп нәрседен бас тартуым керек. Өзін өзі шектейтін және өзінің абыройын түсіретін тізім. Бұл адамның қаржылай табысқа жете алмағанына таң қалуға болмайды. Себебі ол өзінің түйсігімен күрес жүргізді. Қомақты көлемде ақша тапсам, міндетті түрде өзімшіл болып кетемін. Адамдардан аттап кетемін. Көп нәрседен бас тартамын деп ойлайды. Менің өзге бір дәрісімде өте жиі сырқаттанатын әйел өзінің көзқарастарына талдау жасады. Барлық адам ауру. Айнала вирусқа толы. Мен өте жиі ауруға шалдығамын. Менің денем өте әлсіз. Ауру менің тәніме қарағанда күштірек. Қуанышымызға орай, ол жаңа өмірлік ұстанымдарды, көзқарастарды қабылдап, өзінің денсаулығын жақсартып алды. Сіз өзіңіздің түйсігіңіздің мағынасына аса мән беруіңіз керек. Егер де мұнда қобалжу, негативті және шектеулі идеялар енсе, ол оларды ақиқат ретінде қабылдап, өмірде тиісті жағдайларды тудырып, соларға сай жұмыс жасай бастайды. Егер де қайыршылыққа, сәтсіздікке және бақытсыздыққа сенсеңіз, онда сіздің түйсігіңіз осы көзқарастарды жүзеге асыру үшін түрлі әдістерді қолданып, бар күш-жігерін жұмсайды. Жылан жұтқан сәтіңіз болды ма?
Қожайыны үйіне кіргізген ақымақ шаруа туралы ескі аңыз бар. Қожайын оны бөлмеге апарып сорпа ұсынған. Шаруа қасықты қолына ала бергенде тәрелкесінде кішкентай жыланның жүргенін көреді. Қожайынын ренжітпеу үшін ол сорпаны ішеді. Бірнеше күн өткен соң ол қатты сырқаттанып қалып, қожайынының үйіне қайта баруға мәжбүр болады. Қожайын оны сол бөлмеге апарып, дәрі дайындап шаруаға ұсынады. Шаруа тостағаннан ұрттай берейін дегенде, тағы да тостаған ішінен кішкентай жыланды көреді. Осы жолы шаруа үндемей қалмай, осы себепті ауырып қалғаны туралы айтады. Оның айтқан сөзіне қожайыны күліп, төбеде ілініп тұрған садақты көрсетеді. Тостағанның ішінде жыланды емес, садақтың көлеңкесін көріп тұрсын, дейді қожайын. Ешқандай жылан жоқ. Шаруа өз тостағынан қайта қарап, онда жылан емес, садақтың көлеңкесі ғана екенін көреді. Ол дәріні ішпей өз үйіне бет алады. Бір күн өткен соң ол жазылып кетеді. Өзіміз жайлы және қоршаған орта туралы шектеулі көзқарастар мен пікірлерді қабылдап, біз қиялдағы жыланды жұтамыз. Әрине, ол шынайы. Біз көзқарасымызды өзгерткенге дейін. Түйсік кез келген идея мен пікірді, оның дұрыс немесе бұрыс екеніне қарамай қабылдаса, ол осы пікірді растайтын ойларды тудыра бастайды. Мысалы, сіз санасыз түрде жынысы басқа адамдармен қарым-қатынас орнату оңайға соқпайды деп ойлайсыз. Осы ой сіздің миыңызда қалыптасып, келесі ойларды тудырады. Мен өзіме ұнайтын адамды ешқашан кездестірмеймін. Жақсы серік табу мүмкін емес. Қарым-қатынас әрдайым тұрақсыз, және тағы да басқалары. Сіз жақсы адамды кездестірсеңіз, сіздің миыңыз келесі ойларды тудырады. Ол соншалықты жақсы адам емес шығар. Тырысып көру де керек емес. Бәрібір де ештеңе шықпайды. Немесе, ол ешқашан маған қарамайды. Сонымен қатар берік қарым-қатынас орнату мүмкін емес деп қалыптасып қалған миыңыз осы көзқарасты растайтын жағдайларды тартады. Ол керісінше екенін дәлелдейтін фактілерді елемейді, немесе оларға қарсы тұрады. Ми сіздің көзқарастарыңызда сәйкес болатындай қоршаған өмір шындығын бұрмалауы да мүмкін. Сіз өзіңізді қолыңыздан түк келмейтіндей санайсыз ба? Әлде табысыңыз тым мардымсыз ба? Сіз ауруларды тартатыныңызға сенесіз бе? Сіздің миыңыз осы көзқарасты растайтын дәлелдерді табады, және оның қызметі осы көзқарасқа көзіңізді жеткізу мақсатында жұмыс жасайды. Бір жағынан өзіңізді жеңімпаз немесе әр нәрседен ақша жасауға болады, денсаулығыңыз мықты деп сенсеңіз, айналаңызда осы көзқарасты растайтын дәлелдер табылады. Көзқарастарыңызды ақылмен таңдаңыз. Шындығында өміріңіздің проблемалы саласында сіз өзіңіз осы проблема негізі және оның шешімі болып саналасыз. Бұл қызық болып көрінуі мүмкін, бірақ қарсылық сырттан болмайды. Керісінше, сіздің өзіңізден, сіздің көзқарастарыңыздан туындайды. Түйсігіңізде жаңа көзқарастар пайда болғанда, алдыңызда жаңа шынайы өмір туындайды. Мысалы, сіз дос табу қиын деп сенесіз. Бұл көзқараспен сіз танысқыңыз келмейтін ойыңызды ақтайсыз. Мұнда сіздің кінәңіз жоқ, себебі бұл өте қиын. Бұдан шығатын қисын, сіз жаңа адамдармен танысудан қашасыз. Сіздің көзқарасыңыз сізді досыңыз жоқ болғанына, сіз кінәлі емессіз деген қате пікірді миыңызда сындыреді. Егер де сіз жаңа достар табу өте жеңіл деген көзқарасты ұстансаңыз, онда әрине, сіздің телефоныңыз түскі асқа шақыратын қоңыраулардан жарыла жаздайды. Мүмкін сіз ешкіммен таныспайтын да шығарсыз, бірақ осы проблемаға өз көзқарасыңызды өзгертесіз. Кенеттен проблеманың жоқ екеніне көзіңізді жеткізесіз. Проблеманы сіз өзіңіз жасайсыз. Сіздің айналаңызда қалыптасқан шынайы өмірді түсінсеңіз, бойыңызда нені өзгерту керек екеніне талдау жасай аласыз. Кей кездері шамалы ғана өзгеріс шегі жоқ мүмкіндіктерге жол ашады. Жаңа достар табу қиын емес деп сенсеңіз, оны растайтын бірнеше фактілерді кездестіріп, осы шынайы өмірден ең көп пайда көруге қажетті кез келген өзгеріске қол жеткізе аласыз. Өзіңіздің құдіретіңізді дәлелдеңіз. Сенбесеңіз де жаңа, позитивті көзқарасты қалыптастыруға тырысыңыз.
Түйсігіңізде кез келген ойды немесе идеяны қалыптастыра алатыныңызға еске түсіріңіз. Ми оны қабылдайды. Тек қана оны бірнеше рет қайталап, сезімдер арқылы беру керек. Ми дағды бойынша жұмыс жасайды. Егер де миыңызда шектеулі көзқарастарға орнығуға жол берсеңіз, оларды қуып шыға аласыз. Жаңа позитивті идея қалыптастырып, ескі көзқарасты жойып жібергенше дейін оны бірнеше рет қайталау қажет. Осылай миыңыздың ішін жиыстырыңыз. Жиһаз ауыстырып, қабырғаны бояу сияқты. Барлық ескі бірнеше жыл бойы қалыптастырған негативті және өзіңізді жоятын көзқарастарды жойып, оларды жаңасына ауыстырыңыз. Төменде келтірілген тізімді мұқият қарап шығыңыз да, мұнда сіз қолданатын көзқарастар жоқ па екен? Мен оны жасай алмаймын. Мен ешқашан көп нәрсеге қол жеткізбеймін. Қазір менің мүмкіндіктерім шектеулі. Мен 1000 рет талпындым. Менің не істеп жатқаны маңызды емес. Қалғандарын анықтау өте қиын. Әрдайым бірдеңе ойдағыдай болмайды. Бұл уақытша. Бір нәрсеге қол жеткізу үшін көп жұмыс жасау керек. Ештеңе жайдан жай келмейді. Қазір менің уақытым емес. Не істерімді білмеймін. Егер де осы көзқарастардың біреуі сізге таныс болса, тез арада жаңа позитивті көзқарастар қалыптастыра бастаңыз. Табысқа жету сізді сәтсіздікке кенелтетін ақталуларды, сылтауларды, басымдықтарды ұмытыңыз. Миллиондаған адамдар қазіргі сәтте өздерінің жағдайларына риза және оны өзгерту үшін ештеңе жасамайды. Олар өмір қиындықтарға толы деп сеніп, өмір ағысына беріледі. Оларға ештеңе шабыт бермейді. Ал сізге ше? Өз мүмкіндіктеріңізді зерттеңіз. Бірінші қадам. Өзіңіз қиындық көріп жатқан өмір саласын жазыңыз. Қаржы, қарым-қатынас, жыныстық қатынас, денсаулық, бизнес және тағы да басқалары. Осыған байланысты көзқарастарыңызды қағаз бетіне түсіріңіз. Бұл іске кеткен уақытыңызды аямаңыз және шындықты жазыңыз. Сіздің ойыңызша нені сезіну керек екеніңізді немесе не дұрыс көрінетінін жазбаңыз. Шындығында нені сезетініңізді жазыңыз. Жазып болған соң тізімді мұқият қарап шығыңыз. Шектеулі көзқарастар жоқ па екен? Қазіргі уақытта олардың дұрыстығы немесе бұрыстығы сізді алаңдатпау керек. Сіздің міндетіңіз шектеулі көзқарасты табу. Егер де бәрі дұрыс жасалса, онда бұл процесс көп нәрсені түсіндіреді. Екінші қадам. Әр шектеулі көзқарас қасына позитивті ойды жазыңыз. Мысалы, шектеулі көзқарас. Мен қомақты ақша табу көзін көріп тұрғаным жоқ. Жаңа көзқарас бойынша қомақты қаражат табудың бірнеше көзі бар. Шектеулі көзқарас. Адамдармен танысу мен үшін қиындыққа соғады. Жаңа көзқарас. Адамдармен танысу жеңіл. Шектеулі көзқарас. Маған дос табу қиын. Жаңа көзқарас. Дос табу өте жеңіл. Шектеулі көзқарас. Мен ешқашан табысты адамдар қатарына қосылмаймын. Жаңа көзқарас. Мен табыс үшін жаралған адаммын. Шектеулі көзқарас. Осы жоба бойынша жұмыс жасайтын уақытым жоқ. Жаңа көзқарас. Бұл жобаны жасау үшін менде көп уақытым бар. Төменде келтірілген көзқарасты қалыптастыру әдісін пайдаланып, осы көзқарасты түйсігіңізде бекітіңіз. Әр ай сайын 1-2 жаңа көзқарас қалыптастырып отырыңыз. Бір сәтте бірнешеуін жасаймын деп әлек болмаңыз. Уақыт өте келе, көптеген күшті көзқарасты қабылдағаныңызға және олардың тиімді жұмыс жасап жатқаныңызға көзіңіз жетеді. Қалыптасу. Қалыптасу әдісі өте қарапайым. Сіз оны дүниеге келгеннен бастап қолданасыз. Алғашында сіз оны сөйлеу үшін қолдандыңыз. Кейін көбейту кестесін жаттап алу үшін қолдандыңыз. 6 жерде 6 немесе 8 жерде 7 жауабын тез ақ шешесіз. Себебі оларды бірнеше рет қайталап миыңызда бекіттіңіз. Қанша рет көбейту кестесінің мысалдарын жазып есте сақтадыңыз. Сіз қалай оқи бастағаныңыз есіңізде жоқ шығар, бірақ сіз осы әдісті қолдандыңыз.
Сөздер мен сөйлемдерді тұрақты түрде қайталап, сөзді дұрыс оқымаған сәтте, дұрыс қолданбаған сәтте сізді дұрыстаған шығар. Немесе өзіңізді өзіңіз дұрыстаған да шығарсыз. Енді сіз ана тіліңізде мүдірмей сөйлейсіз, себебі ол миыңызда нағыз қалыптасты. Кез келген жаңа ақпарат сияқты, ол сіздің миыңызда қалыптасқаннан кейін ғана сіз автоматты түрде идеяны және көзқарастарды қолдана аласыз. Жаңа идеядан алған толқу сезімі шабыт сияқты. Қаншалықты мықты болса да, уақыт өте келе өшіп қалады. Адам жаңа идеядан қаншалықты серпін алса да, егер де ол осы энтузиазмнан әрі қарай барғысы келмесе, немесе бара алмаса, ол міндетті түрде бастаған жағдайына қайта оралады. Идея сіздің миыңызда қалыптасу үшін бұл сөзді ойлаумен байланыстырыңыз. Ішіңізден қайталап, идея туралы ойлаңыз. Барлық қарама-қайшы ойларды жойып жіберіңіз. Тек қана осы бір идея шынайы болсын. Жаңа идея әлжуаз бала сияқты. Ол өскенге дейін күтімді қажет етеді. Мұқият болыңыз. Қамқорлық жасамасаңыз, сіздің ескі, бақылауға келмейтін идеяларыңыз өсіп, ойлау дәндері сияқты жаңа, әлсіз идеяларыңызды басып тастайды. Кез келген жаңа идея немесе көзқарас сіздің санаңызда қалыптасып қалу үшін ең алдымен оларға жетілу керек. Бұл уақытты талап етеді. Егер де сіз жаңа көзқарасыңызды бір рет немесе екі рет, я болса 20 рет қамшыламасаңыз, ештеңе шықпайды. Жаңа көзқарастың оңтайлы нәтижесі мида қалыптасуы үшін 1 айдан 3 айға дейін уақыт кетеді. Ал бұл күніне 5-10 минуттан 30-дан 90-ға дейін жететін жаттығу. Адамдар жаңа идеяны қабылдау үшін оны 1 немесе 2 рет оқып сәтсіздікке ұшырағанын түсінесіз. Мен бұған сенуге тырыстым, бірақ қолымнан келмейді дейді олар. Олар соншалықты ынтамен жұмыс жасады ма? Сіз түйсігіңізде жаңа көзқарасты қалыптастыруға тырысасыз. Көп жағдайда олар санаңызда қалыптасып, қалған идеяларға қарама-қайшы келеді. Егер де сіз 1 немесе 2 ай көлемінде күнделікті түрде жаңа көзқарасты бекітпесеңіз, онда сіздің миыңыз кез келген жаңа көзқарасты қабылдай алмайды. Күшіңіздің жартысын ғана пайдаланып, өзіңіздің уақытыңызды кетіріп, көңіліңіздің қалғанын қалайсыз ба? Кез келген жаңа көзқарастың қалыптасып гүлдену үшін уақыт керек. Керісінше болған жағдайда сіз сәтсіздікке ұшырайсыз. Енді менің сонымнан қайталаңыз. Кез келген жаңа көзқарастың қалыптасып гүлденуі үшін уақыт және оған көңіл бөлу керек. Кез келген жаңа көзқарастың қалыптасып гүлденуі үшін уақыт және оған көңіл бөлу керек. Кез келген жаңа көзқарастың қалыптасып гүлденуі үшін уақыт және оған көңіл бөлу керек. Ұқтыңыз ба?